Сәкен Хайдарұлы Өтегенов 1920 жылы 1 қаңтарда бұрынғы Целиноград облысы номер 1 ауылдық кеңесінде дүниеге келген. 1935 жылы кіші орта мектепті бітіріп, Петропавл зоотехникумына оқуға түсіп, оны бітіргеннен кейін ветеринарлық көмекші біліктілігін алды. 1939 жылы Сәкен Өтегенов ауыл шаруашылығы қызметкерлерін даярлау курсында сабақ береді. Мұғалімдер институтының сырттай бөлімінде оқиды. 1940 жылы қазанда армияға шақырылды. Әскерде дивизиялық партия мектебін бітірген. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап Сәкен Өтегенов ұрысқа қатысып жараланып, көзінен айырылды. Емдеуден кейін Петропавл қаласына оралып, Калинин атындағы номер 5 мектепте тарих пәнінен сабақ берді. Белсенді өмірлік ұстанымдағы адам ретінде ол табандылық көрсетті. Қазақ зағиптар қоғамының мүшелігіне кірді және өзінің бүкіл өмірін осы саланы дамытуға және нығайтуға арнады. 1946 жылы Сәкен Өтегенов Қазақ соқырлар қоғамының Солтүстік Қазақстан облыстық басқармасының төрағасы, 1949 жылы Қазақ зағиптар қоғамы төралқасы төрағасының орынбасары болып сайланды. 1950-1983 жылдың қарашасына дейін Қазақ соқырлар қоғамының орталық басқарма төралқасының төрағасы қызметінде болды. Ол еңбек пен жетістікке толы өмір жолынан өтті. 30 жылдан астам уақыт бойы Қазақ соқырлар қоғамында басшылық ету кезеңінде аталмыш қоғам нығайып дами түсті. Осы жылдар ішінде Қазақстан Республикасы бүкіл аумағында, облыстық, сондай-ақ аудандарда және ауылдық жерлерде көру қабілеті нашар мүгедектердің еңбегіне ыңғайлы болу үшін станоктармен және тифлотехникалық құралдармен жабдықталған оқу өндірістік кәсіпорындардың ондаған корпустары салынды. Қазақ соқырлар қоғамы мүшелерінің балаларына ел ішінде, шетелдерге және Қазақ соқырлар қоғамы қаражатты еңбегінен туристік сапарлар ұйымдастырылды. Сонымен қатар зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханаға, облыстық арнайы кітапханаларға, сондай-ақ зағип және нашар көретін балаларға арналған мектеп-интернаттарға айтарлықтай қаржылық қолдау көрсетті. Зағип жандарға қамқорлық жасау және жұмыс істемейтін мүгедектерге материалдық қолдау көрсетуде Сәкен Хайдарұлының әрқашан алдыңғы қатарында болды. Ол спортқа бейім көз мүгедектігі бар жандар мен көркемөнерпаздардың дамуына ерекше назар аударды. 1983 жылдан бастап өмірінің соңғы күніне дейін Сәкен Өтегенов Қазақ соқырлар қоғамының өмірінен алшақтаған жоқ. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы жауынгерлік еңбегі үшін Сәкен Хайдарұлы Өтегенов бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен және көптеген медальдармен марапатталды. Қазақ соқырлар қоғамы жүйесіндегі көп жылдық еңбек қызметі үшін құрмет белгісі орденімен, ерен еңбегі үшін медальмен және кезінде Қазақ КСР жоғары кеңесі президиумының құрмет грамоталарымен марапатталған. Ол 1960 жылы Білім министрлігімен бекітілген қазақ әріптерін Брайль әдісі бойынша құрастырушылардың бірі. Ал 1963 жылы Брайль қарпінде алғашқы Брайль қарпінде батырлар жыры жарық көрген болатын. Сәкен Хайдарұлы Өтегенов 1998 жылы дүниеден озды.